Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, жаңа жылда жасайтын өте керемет техникамен бөліскелі отырмын. Бұны 31 декабрь күні таңертең жасау керек. Жаңа жыл қарсаңында жасайтын техника. Жаңа жылда көп ақшаға және бақ берекеге, байлық дәулет шақыратын техника. Сондықтан бұны 31 декабрь күні таңертеңгі мезгілде жасау керек. Бұл техникаға не заттар керек екен, қазір барлығын көрсетемін. Бұл техникаға мед керек, бал керек, натуральный болу керек. Егер натуральный болмайтын болса, оның пайдасы жоқ. Сондықтан балды, медті алар алдында оған бірінші натуральный екеніне көз жеткізуіңіз керек. Мынаның ішінде мед бар деп елестетейік, менде мед жоқ, сондықтан сізге көрсететінде үлгіге мед таба алмадым. Осының ішінде мед бар деп елестетейік, ал мынаның ішінде мынау күріш. Бізге үш түрлі дән керек. Мен үш түрлі дәнім болмағандықтан қолымда тек күріш бар екен, сондықтан күрішті сізге үлгі ретінде көрсетіп отырмын. Бұл басқа бидай, перловка дейміз ғой. Перловка, немесе гречка, күріш үшеуін араластыру керек. Негізі мына кесенің ішінде үш түрлі дән болу керек. Менде үш түрлі дән болмағандықтан тек қана күріштен көрсетіп жатырмын. Бірақ міндетті түрде жасайтын кезімде мен үш дәннен жасаймын. Ал бұны тек қана үлгі ретінде көрсетіп отырмын сіздерге. Ал мынаның ішінде натуральный мед бар деп елестетіңіз. Сосын мынандай сізге восковая свеча керек, жаңасы, ал мен болсам бұны үлгі үшін қолданған техникаларда көрсетіп жүрген свечаны алдым. Сосын бізге мынандай тиын ақша керек, 5-тен басталмау керек. 100 теңгелік немесе 200 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік жарайды. Тиын ешқашан 5-тен бастамау керек. Қалған тиындердің барлығы жарайды, менде 100 теңгелік екен. Осындай тиын керек, қазір барлығын түсіндіріп өтемін достар. 31-де жаңа жылды күтіп алатын әдемі дастарханыңызды таңертең жайып, соның үстіне жасау керек бұл ритуалды. Негізі мына салатын ыдысыңызда, сіздің ыдысыңыз медті әдемі ыдысқа, өте керемет әдемі ыдысқа, қымбат ыдысқа салған жөн. Ырым үшін да, ырым үшін. Мына медті бұлай қоямыз. Медтің ішінде мед бар деп елестетейік. Мынаның ішінде мед бар. Медтің үстіне қазір достар. Достар, қазір бірінші мынандай тиынды қойып қоямыз мерге. Оның үстіне мына медті қоямыз. Медтің үстіне мына нені полностью осылай үстіне толтырамыз. Бірде қылып алу керек, үшінен де, мысалы, 3 қасық немесе 5 қасық күріш, 5 қасық бидай және 5 қасық гречка бірдеме 3 дән болу керек. Осылай үстіне қойып қоямыз да, үстіне осылай свечаны ортасына, қақ ортасына бұлай свечаны не істейміз? Свечаны қойып қоямыз. Свечаны қоямыз осылай. Свечаны қойып қоямыз да, осы жаңағы дәндердің үстіне, сосын бүйтіп свечаны жағамыз. Ұзын свеча алыңыз сіздер. Мен тек мұнан үлгі үшін алып отырмын. Мына дәнді күйдіріп жібермеу керек, соны қадағалау керек. Свеча полностью бітіп, мына нені дәндерді жақ жібермеу керек. Свечаны сразу жаққан бойдан дұғаны 34 рет оқисыз. 34 рет жаңылысып кетпеуіңіз керек. 33 рет немесе 35 рет жарамай қалады онда ритуал. Міндетті түрде тек қана 34 рет оқу керек дұғаны да. Дұғада аттарыңыз деген жерге үйдегі адамдардың барлығы, кім тұратын болса сіздің үйде да, сол адамдардың барлық аттарын үлкенінен кішкенесіне дейін айтып шығуларыңыз керек. Одан кейін сіздер 34 рет оқып болғаннан кейін, дұғаны 34 рет оқып болғаннан кейін, мына свечаны бүйтіп тартып аласыз, жайменен тартып аласыз да, бұны оң жаққа қоясыз. Міне, мына дәннің ішінен свечаны алып, мына оң жаққа қоясыз да,
оң жаққа қойғаннан кейін қойып болған бойдан дұғаны 30 рет оқисыз. 30 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін мына свечаны полностью жанып болғанша қадағалау керек. Осы свеча жанып болғанша қадағалау керек. Міне мені свечам жанып болды, осындай қалдығы қалды. Осы қалдықты бүйтіп барлығын теріп аламыз да, мусорға немесе далаға өзіңіздің қай жаққа лақтырғыңыз келсе, сол жаққа лақтырып тастайсыз. Бұл маңызды емес. Лақтырып тастайсыз да. Ал мына дәнді болса қозғаусыз тұрған жерден бетін салфеткамен жауып, со тұрған жерінде мына тиынды не қылдық қой, зарядтадық қой. Соның үстінде бір күн тұру керек. 31 күн түнде таң атқан шейін бір күн тұру керек. Бетін әдемілеп салфеткамен жауып, қастарына алма вазаның қастарына бүйтіп тығып қоясыз ба, әйтеуір сол күні дастарханда тұру керек. Бұған ешкім тиіспеу керек. Немесе үйдегі адамдарға да ескертіп қойсаңыз болады. Таң атқаннан кейін, енді 1 январь болмай ма? 1 январь болған кезде таңертең сағат 10-11-лерге болсын, таңертең сыртқа шығып, осы кесені дәніменен жерге сеуіп, мынаны жерге, осы дәнді жерге сеуіп тастауыңыз керек. Жерге төгіп тастайсыз дәнді. Бірақ көктемде ертең осы дәннің біреуі болса да көгеру керек. Сондықтан, қалай айтсам болады, сіздердің егін егетін жеріңіз бола ма, немесе ағаштың түбі бола ма, сондай бір көгеретін жерге құйып тастайсыз. Құйып тастайсыз да, ал енді түбінде мед қалмай ма? Түбіндегі медті осылай, мынаны мед деп елестетейік, түбінде осындай медтардың қалдықтары қалады. Соның барлығын бір былғайтын бір неменен, шөп па, таяқ па бірдемен алып, барлығын басқа ағаштың түбіне бүйтіп медті құйып тастайсыз. Болды. Үйге келіп, мына тиынды енді зарядтадыңыз ғой сіз. Байлыққа неге, мынау денежный магнит болып қалады сізде, ақша магниті болып. Осыны сейфке шатасып кетпеуіңіз керек бұл ақшадан. Себебі бұны жылына 1 рет жасайды, басқа жасауға болмайды. Сіздерге сол жыл бойы ақша келіп, сол жыл сізге берекетті болады. Сондықтан бұл ақшаны ақшаларыңыздың қасына емес, басқа кошелегіңіздің басқа қалташаларына өзің білетін соған салып қойсаңыз болады. Немесе ақша сақтайтын жеріңізге бұны ақша магниті болып тұра береді. Ешкімге айтпай ақша тығып қоюыңыз керек. Әмияныңызға немесе сейфке. Болды достар. Мен сіздерге арнап осы техника салып отырмын. Бір техника шынымды айтсам 1 сағат, 2 сағат уақытымды алады. Себебі мен сөздерін ұмытып қаламын. Жаңағы дұғаларын ұмытып қаламын. Солардың бірде-біреуі қате кетпесін деп, менде қайта-қайта видеоға түсіріп, видеомонтажға көп уақытым кетеді. Сондықтан достар, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сәттілік.